Барлығына сәлем достар, сіздермен Дана фильм каналы. Бүгін мен сіздерге 2011 жылы жарық көрген «Кожа, в которой я живу» деген фильмге шолу жасайтын боламын. Фильмнің негізгі желісі Испанияның Толедо қаласында орын алады. Басты кейіпкерлердің бірі пластикалық хирург дәрігер Роберт Лингард. Өзінің келесі ғылыми конференциясында өзінің жаңадан ойлап тапқан терісін таныстырып жатады. Ол бұл терінің маса және түрлі жәндіктердің шағуына өте төзімді екенін айтады. Бірақ оның бұл тәжірибесін жүзеге асыру үшін тірі адам денесін пайдалану керек еді. Оның әріптестері оған мұндай тәжірибелерді жасаудың заңсыз екенін айтып ескертті. Бірақ оған бұл сөздердің ешқайсысы қызық емес еді. Себебі ол ұзақ уақыт бойы өзінің үйінде Лера деген қызды сақтап, оның үстінен осы тәжірибені жүзеге асырып келе жатады. Роберт Лераны өзінің қала сыртындағы үлкен және әдемі үйінде бөлмеде сақтайды. Роберт бос уақытында қыздың үстінен қарап отырғанды жақсы көреді. Ал Лера болса оған барынша ұнап, онымен тұтқын ретінде емес, сүйіктісі ретінде өмір сүруді ұсынады. Бір күні Роберт үйінде жоқ болған кезде, оның үйіне жолбарыстың киімін киген бір еркек келеді. Ол өзінің осы үйдің қызметкері Марияның біраз уақыттан бері жоғалып кеткен ұлы екенін айтады. Мария ұлы Секаны үйге кіргізеді. Сека өзінің анасына бір магазинді тонап, полиция қызметкерлерінен қашып жүргенін және де оған жасырынуға көмектесуін сұрайды. Бір кезде Сека асханадағы мониторлардан йогамен айналысып жатқан Лераны көреді. Осы кезде анасы тартпада тұрған тапаншаны алып, баласына тез арада үйден шығып кетуін айтады. Бірақ анасының қолындағы тапаншаны тартып алып, оны столға байлап тастайды. Осыдан кейін ол үйді аралап, барлық бөлмелердің Лераны іздей бастайды. Осы кезде ол есігі құлттаулы тұрған бір бөлмені байқайды. Ол асханадан бөлменің кілтін тауып алып, есігін ашып жатады. Есік ашылған сәтте Лера есікті теуіп қалып, құлатып, қашып кетпек болады. Бірақ Сека қашып бара жатқан қызды ұстап алып, оны зорламақшы болады. Үйге қайтып келген Роберт Секаның жазап жатқанын көріп, оны атып өлтіреді. Осыдан кейін Мария Лераға Сека мен Робертті ағалы інілі, өзі өгей ана екенін айтып береді. Осылайша ол Роберттің басынан өткен оқиғаны айтып бастады. Оның айтуынша Роберттің кезінде әйелі мен қызы болған. Әйелі Секамен бірге қашып кетпекші болған кезде, олар қатты аварияға түсіп қалады. Осының кесірінен әйелдің беті күйіп қалды. Сека оқиға орнынан тез арада қашып кеткен. Ал Роберт болса әйелінің сатқындығына қарамастан оны аман алып қалған. Бірақ есін жиып өзінің түрін айнадан көрген әйел қатты қорқып, үйден кетіп терезесінен секіріп кетеді. Ол осы сәтте ауласында ойнап жүрген кішкене қызының алдына түседі. Мұны көрген қыз осыдан кейін қатты психикалық ауытқуға ұшырайды. Лера мен Марияның әңгімесі аяқталады. Осы кезде Роберт келіп, оларға Секаның мәйітін жағып жібергенін айтады. Осы күні Роберт түсінде осыдан 6 жыл бұрын қызының басынан келген оқиғаны көреді. Роберттің түсіне қарағанда анасының өлімінен кейін енді ғана есін жиып келе жатқан қызымен бір досының тойына барады. Қыз сол жерде бір жігітті ұнатып қалады. Олар бірге далаға шығып кетеді. Қыздың уайымдаған әкесі қыздың ізінен шығады. Оның алдан мотоциклге мінген бір жігіт өтіп кетеді. Сәлден кейін Роберт қызының туфлиімен үстіңге кеудешесін табады. Осыдан кейін ес-түссіз жатқан қызын көреді. Ол тұрып есін жияды және қатты қорқып жылайды. Осыдан кейін бізге Лераның көріп жатқан түсін көрсетеді. Түсінде Лера Висенти деген жігіт болып, киім сататын дүкеннің бастығының ұлы болады. Ол достарымен бірге Роберт және қызы болған тойға барады. Жастар тойда танысып қалады. Содан кейін олар далаға шығып біраз жүреді. Висенти өзінің қызға мас болып қалғанын айтады. Алкогольдің кесірінен қатты терлеп кеткен қыз туфлиді лақтырып, киімін шешіп тастайды. Ал мас жігіт бұны басқаша ойлап, оған тиісе бастады. Психикалық ауытқуы бар қыз бұл жағдайдан қатты қорқып айқай салады. Қорқып кеткен Висенти оның бетінен шапалақпен қатты ұрып жіберіп, қашып кетеді. Осылайша Роберт қызын ес-түссіз тауып алады. Психикалық ауытқуы бар қыз әкесін зорлаушы деп ойлап, одан сайын айқайлайды. Роберт Висентиді ұрлап кетеді және оны қамап қояды. Біраз уақыт өткеннен кейін психикалық ауруына байланысты қызы өзіне қол жұмсап қайтыс болады. Осыдан кейін Роберт өзінің тәжірибесін Висенти арқылы жүзеге асырады. Ол енді Висентиді Лера деп атайды.
Ешқандай шарасы қалмаған қызға айналған Висенти теледидар арқылы йога сабақтарын көріп, йогамен айналысып, өзін тыныштандырады. Осылайша Лераның түсі аяқталады. Мария мен Вера Робертке таңғы ас дайындайды. Лера Робертке таңғы асты апарып, әңгіме барысында оған адал екендігін, оған ешқашан сатқындық жасамайтынын айтады. Және енді оған өзін қамап қоймауды сұрайды. Роберт оған сенеді, және де Мария екеуін киім көруге жібереді. Мария мен Лера кеткен соң Роберттің қасына Висентидің Лераға айналдыруға көмектескен досы келеді. Ол оған Висентидің анасы газетке іздеу жариялағанын көрсетеді, және оған шантаж жасайды. Ол досын тапаншамен қорқытып жатады. Осы уақытта бөлмеге Лера кіріп қалады. Ол Хулиоға өзінің осы нәрсені қалағанын және үнемі өзін әйел ретінде сезінгенін айтады. Осыдан кейін Хулио бөлмеден шығып кетеді. Сол күні кешке Лера Робертке ұнау үшін жаңадан алған киімдерін киеді. Осы кезде ол газетаға берілген іздеуді көріп қалады, және де өзінің бұрынғы түрін сағынады. Осыдан кейін ол татпада тұрған тапаншаны алып, Робертті атып өлтіреді. Бұл дыбыстан оянып кеткен Мария Роберттің бөлмесіне келеді. Лера оны да атып өлтіріп, үйден қашып кетеді. Осыдан кейін Лера анасының дүкеніне келіп, және ол жердегі өзінің құрбысы Кристинаға өзін таныстырып тұрғанда, анасы келіп қалады. Ол анасына өзінің Висенти екенін айтады. Осымен фильм аяқталды, достар. Каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.